Қазір менің жиі көмекшім сіздерге сұхбат берді. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ұйымдастыру кезеңінде мен жоғары оқу орнына грант ұтып аламын деген ұранмен бастағым келіп тұр. Бүгінгі сабақта балдық жүйемен ОБТ-да бізде 140 балл максималды түрде берілген. Сол балл бойынша біз бүгін ұпай жинап, және де сабақтың соңында ең үздік, ең көп ұпай жинаған оқушыларды сертификатпен марапаттайтын боламын. Және де бізде мұнда бірнеше университеттер бар. Сіздер өздеріңіздің армандаған, түскілеріңіз келген оқуды таңдайсыздар. Шектік балл мұнда көрсетілген. Сабақ барысында 5 тапсырма орындайсыздар және нәтижені осы балл түрінде алып, оны кәдімгі біздің сабақта қолданып жүрген 10-дық балл жүйемен бағалайтын боламыз. Енді біз алдымен үй тапсырмасын тексеріп аламыз. Үйге қандай есеп берілді? 16-7 жақсы. Енді біз қатемді табамын әдісі арқылы қазір үй тапсырмасын тексеретін боламыз. Бұл әдіс әр оқушы өзінің шығарған есебін мұндағы тұрған жауаптармен сәйкестендіріп тексереді. Ал тексеріп көрейік. Бірінші есеп түбір асты 29. Дұрыс па екен? Дәптерімізді қараймыз, тексеріп шығамыз. Барлығымызда дұрыс па? Жақсы. Екіншісі 2 түбір асты 5. Дұрыс па екен? Жарайсыңдар. Үшіншісі түбір асты 8. Дұрыс па? Жақсы. Төртіншісі түбір асты 23. Дұрыс па екен? Ой, жарайсыңдар. Енді қазір өздерінде әр дұрыс жауап үшін 5 балл жинадық деп қарастырамыз. Енді келесі бізде сәттілік фортуна әдісі. Мұнда біз өткен сабақты еске түсіру үшін қазір сұрақ-жауап арқылы сұрақтарға жауап беретін боласыңдар. Ал енді оқушылар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы алгебралық түрдегі комплекс сандарға амалдар қолдану. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты бізде 11-1-2-1 алгебралық түрде берілген комплекс сандарға арифметикалық амалдар қолдану. Және де біз өзіміздің сабаққа қойылатын негізгі мақсатымыз алгебралық түрде берілген комплекс сандарға амалдар қолдана алады. Және де біздің құндылықтарды бағу қандай ай? Бұл ай бізде заң және тәртіп айы. Мұндағы біздің негізгі мақсатымыз тәртіп пен әділеттік нормалар мен ережелерін сақтау қажеттілігін түсіну. Енді оқушылар, осы жаңа тақырыпты меңгеру үшін біз қазір топтық жұмыстар орындайтын боламыз. Қазір мен әр топқа тапсырмаларды таратып беремін. Мұнда бірінші топ бізде комплекс сандардың қосындысын анықтайтын болады. Екінші топ комплекс сандардың айырым мен көбейтіндісін, және үшінші топ бізде комплекс сандардың бөліндісі жайлы мәліметтерді меңгеретін боламыз. Ал сәттілік топтық жұмысты бастаймыз. Мұндағы тапсырма орындаған әр оқушы 15 балл алатын болады. Мұнда екінші топ пен үшінші топ өз тақырыптарын түсіндіргелі жатыр. Ал қайда бастайды? Рахат, жақсы. Рахат қазір түсіндіреді. Мұқият тыңдаймыз. Z1 тең x1 плюс y1 бұл жерде комплекс сандар берген. Сол комплекс сандардың айырмасын табу үшін x1 мен x2-ні азайтамыз. Ал сосын y1 мен y2-ні азайтып, оны y-ге көбейте саламыз. Жақсы. Бізде комплекс сандардың көбейтіндісін тапқан кезде z тең x1, x2 азайтылған y1, y2 ол екеуін қосқан кезде бізде y және x1, y2 қосылған x2, y1-ді қосамыз, сонда бізде нақты көбейтіндісі шығады. Жақсы. Екінші топ, жарайсыңдар. Бізде әр тапсырманы орындаған кезде комплекстардың бөлінісін табу үшін біз ең бірінші нақты сандарды көбейтіп, оларды y1 және y2-ні көбейтісіне қосып аламыз. Одан кейін y2 мен y2-ні парақтарын бірге қосамыз да сол шыққан санға бөлеміз. жақсы. Және де осыларда жорамал санын табу үшін біз x2 мен y1-ді көбейтіп, одан x1 мен y2-ні азайтып, x2 мен y2-ның квадраттарын қосып соларға бөлеміз. Сонда жорамал саны шығады. Сонымен барлығын
нақты санға қосамыз. Онда комплекс сандардың бөлінісі шығады. Жақсы, жарайсыңдар. 15 балл Ақылбек және де Бейбарыс. Жарайсыңдар. Жалпы, қазіргі 3 топ өз тақырыптарын қорғап шықты, барлығымызға түсінікті болды ма? Жалпы комплекс сандарды қосу, азайту, көбейту, бөлімге берілген есептерді орындай аламыз ба? Жақсы. Онда осы формулалармен есептер шығаруды ары қарай жалғастырамыз. Түсінгенімізді көрейік енді. Оқулықпен жұмыс, барлығымыз 140-шы бетті ашамыз. Мұнда үздік әдісі бойынша жеке жұмыс жасалынады. Қазір оқулықпен ең алғашқы есебіміз 17-де 1. Мұндағы дискреттор бізде екеу жақшаны ашады және амалдарды орындайды. Мұнда егер жақшаны дұрыс ашатын болсаңдар 5 балл, амалдарды орындайтын болсаңдар 10 балл. Сонда жалпы бізде 15 балл болады. Ал тақтаға кім шығады? Бірінші есепті шығарып көрейік. Салтанат және Айжарқын келе қойыңдар. Қазір Айжарқын мен Салтанат өз есептерін аяқтап болған соң түсіндіреді. Қалғанымыз дәптерде шығарып, өзімізді тексеретін боламыз. Болдық па? Кім бастайды? Жақсы, Салтанат бастайды. Жақшаны ашу үшін сыртында тұрған санды кезек-кезектен көбейтіп отырамыз. Дұрыс. Мысалы, 2-2-ге, 2-3-ге, дұрыс қой осы жақшаны. Дұрыс. Ананы осы болды. Айтып кете аласың ба, 2-ні 2-ге көбейткенде де толықтырып? 2-ге көбейткен кезде бізде 4 шығады. Амал сол бір қалпында қалады осы жақшаның ішіндегі минусы. Келесі кезекте енді 2-ні 3-ге көбейтеміз. 6-ге шығады. Осы жердегі таңба қалады өз орнында. Немесе қалай айтуға болады? Бізде жақшаларды ашқан кезде екі түрлі жағдай қарастырылады. Егер жақшаның алдында оң таңба болса, жақшаны өзгеріссіз ашамыз, ал егер минус таңбасы болса, онда біз жақша ішіндегі тұрған өрнектердің таңбаларын ауыстырамыз. Ал жалғастыра ғой. Сол сіз айтып кеткендей, осы жақшаның алдында біз минус таңбасын көріп тұрмыз. Ол бізде осы жерде плюске айналып кетеді. Дұрыс. Ары қарай не істеу керекпіз? Ары қарай бір-біріне ұқсас сандарды белгілеп ықшамдаймыз. Жақсы. Мысалы 4-тен 9-ды алатын болсақ, минус 5 шықты. Сосын 3-ден минус 6. минус 6. Жарайсың, Салтанат. Тапсырманы дұрыс орындап, 15 балды иелендің. Отыра ғой. Ал енді Айжарқын өз есебін түсіндіреді. Мұқият тыңдаймыз. Жерде 3-ші есеп берілген. Ең алдымен мен жақшаларды ашып аламын. Бірінші жақша сол қалпында қалады. Екінші жақшаның алдында минус таңбасы болғаннан кейін ішіндегі таңба өзгеріске ұшырайды. Сол себепті ол жерде минус болған таңба мына жерде плюс болып өзгереді. Одан кейін осы амалды орындау керек. Сол себепті нақты бөлікті бір-бірінен азайтқанда минус 2 шықты. Одан кейін жорамал бөліктерді бір-бірінен бұл жердегі амалды орындайтын болсақ, плюс 6 шығады. Жарайсың, Айжарқын. Есеп дұрыс шығарылған, мен қазір ғана тексеріп өттім. Айжарқынның да өзінің 15 балын алады. Жарайсың, отырады. Ендігі есеп бізде оқушылар 17-де 2-ші есеп, мұндағы алатын балымыз 20 бал екен. Және де дискреттор бірінші жақшаны ашады, екінші амалдарды орындайды. Ал кім тақтаға шығады? Шығамыз. Бейбарыс және Ақылбек. Келіңдер. Бізде бұл жерде 1 плюс 3-ші және 3 минус 2-ның көбейтіндісін табу керек. Бұны табу үшін ең бірінші жақшаларды ашып,
яғни көпіншеден көпіншеге көбейтіп оларды қосуымыз керек. Шаны ашқан кезде бізде 3 минус и қосылған 9 и минус 3 и квадрат шығады. Және біз одан кейін минус 3 квадрат минус и мен 9 иді қосқан кезде плюс 8 шығады. Сосын 3-ті орнына қойып жазамыз плюс 3. Және и квадрат бізде минус 1-ді береді. И квадратына минус 1-ді қойған кезде минус 3 көбейтілген минус 1 қосылған 8 и плюс 3. Минус 3-ке минус 1-ді бөлген кезде 3 береді. 3-ке 3-ті қоссақ 6, мен 8 иді қосып жазамыз. Бұл есепті шығару үшін біз қысқаша көбейту формуласын қолданамыз, және ол жерден 4 минус 4i плюс i квадрат шығады. Ал бізде комплекс сандарда i квадрат ол бізде минус 1 кеткен болады, сондықтан 4 минус 4i минус 1 болады. Оларды 4 пен минус 1-ді қосқан кезде бізде 3 шығады, және қалғаны минус 4i. Ендігі тапсырма бізде оқушылар жұптық тапсырма, мұнда сәйкестікті анықта. Бұл жерде біз Learning Apps платформасын пайдаланамыз. Қазір мен ашып көрсетемін. Және де мұнда жұптық тапсырма болғандықтан біз қалай орындаймыз? Жұптасып орындаймыз, дұрыс. Және де әр жұптың мүшесі, егер дұрыс қабатын болса, 25 балдан екеуі де алатын болады. Қазір мен тапсырманы ашамын. Сәйкестікті орнатыңыз. Мен қазір сіздерге бұны WhatsApp-қа да жіберемін. Сол жерден алдымен ойланып орындаймыз. Ал сәттілік. Алдымен сәйкестікті табамыз да және өзімізді тексереміз. Соңында бізде Ал енді мұндағы сәйкестікті барлығымыз бірге қазір экраннан көрсетейікші, кәні қалай белгіледік? Бірінші сұрақ, жорамал бірлікті и әрпімен белгілеуді ұсынды. Кім? Жақсы. Біз қазір жұптық тапсырмаларды орындап шығайық. Ал енді қалғандарын. Мұндағы сұрақты тауып көрейік, комплекс сандарды қосу, азайту және бөлу. Жақсы. Ал енді қалғандарын жылдамдатып айта қойыңдар. Мен графиктің жауабы қайсы? Минус 2 ма? Минус 3 минус и. Міне. Таптым. Мұндағы жақшаны тауып көріңдерші кәні. 3 минус 2. Минус 5 плюс и. Қайсы жауап? Мынау ма? Минус 3 мынау ма? Ал енді қалғандарын айта қойыңдар. Тура сондай, бірақ 3 минус 2. Жақсы. Қазір біріктірейін. Мұна екеу. Жақсы, міне. Қалғандарын айта қойыңдар. 2 квадрат минус 1. Идің квадраты минус 1. Идің кубы Идің кубы. Минус и. Минус и. Ол қайда тұр? Дәрежесі 1. Міне, таптым. Және бізде қалғаны? Астында. Қайсы? Мұнда тұр екен. Ана екен қос жерін Қайсы екен қос жерін? Оң жағынан. Енді болды, е? Жақсы, анықтадық. Енді біз тексереміз. Кім қаншауын дұрыс жауап берді? Жарайсыңдар, барлығы дұрыс екен. Бүгінгі сабақта кері байланысты оқушылар сен өздерінің ойларыңды сабаққа жазып бердіңдер. Мұнда міне оқып шықсаңдар болады. Және де осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Енді үй тапсырмасын жазып алыңдар. Үй тапсырмасына бізде номер 17-де 5-ші есеп беріледі. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысқандарың үшін рахмет. Сау болыңдар.